Дәрігерлер Алуаны УЗИ аппаратымен мұқият тексеріп, анализ алып, қолдан келген көмектерін көрсетіп ақ жатты. Алуаның бауыры зақымданып, гепатит ауруына ұшырапты. Сол себепті іштегі шарана да өспей, даммай сарғайып кеткен еді. Сонымен дәрігерлер Алуаны жедел операцияға алып кеткен. Қасындағы бөлесі Сәния жылап еңіреп, Алладан кеңшілік тілеумен болған. Алуаның ата-анасына телефон шалып, барлық жағдайды бүкпесіз баяндаған. Оның әке-шешесі қатты алаңдады, келеміз деген Алматыға. Алуа көзін ашқанда өзін әппақ әлемде жатқандай сезінген. Наркоздан есін жиғанда көргені жылап отырған Сәния болды. Іші бүріп, ауырып жатыр екен. Ақырын ғана сипалап көрмекші болып еді, тіпті қолын көтеруге шамасы келмеді. Ішінен балапаным аман ба деп күбірлей берген. Дәрігерлер әлде бір екпені жіберген соң ол ұзақ ұйықтаған. Палатаға шыққан соң ептеп есін жия бастағандай болды. Құрсағын сипап көріп еді, іші білінбейді, түк түсінбеген. Алуа балам қайда деп ойлаған. Әрі қарай тағы ұзақ ұйықтап кеткен. Көзін ашқанда әкесі мен анасын көріп түсінбекен деп ойлады. Жоқ, шынымен солар екенін біліп, есін жиғандай болды. Папа, сіздер қайдан келдіңіздер деген қуана. Әкесі, құлыным амансың ба? Тәубе, жаның аман қалды деген. Екі бетін жас жуып. Анасы иығы секілдеп үнсіз егілуде. Кейіннен естігені іште жатқан бөпесі шетінеп кетіпті. Оны операция арқылы алып тастаған. Алуа енді ұзақ ауруханада жатып емделуі керек екен. Гепатиттің асқынған түрі. Оған енді тек тыныштық пен жақсы ем керек деген профессор. Жүйкенің шаршауын болдырмау керектігін баса айтқан. Күйеуі Асқар бір-екі рет келіп, халін сұрап кеткен. Кіп-кішкентай шақалақты әкесінің зиратының қасына жерлепті. Әке-шешесі керекті дәрі-дәрмектерді сатып әперген. Бірақ ешкімге аурудың қасында жатып күтім жасауға болмайды. Инфекциондық бөлімде қатаң тәртіп сақталады екен. Ағза ептеп сауығып келе жатты. Алуа да өзін жеңіл сезіне бастағандай, тек есіне осы дүниенің есігін ашпай кеткен қызы сағыныш қана түсе береді. Шетінеп кеткен сәбиге де ат қойып жерлейді екен ғой. Өткенде Асқар келіп кеткен. Алматының бір ауылына жұмысқа жіберіпті. Карьера жасауым керек, сол үшін барамын деген. Оған Алуа ештеңе демеді, өзі білсін деген. Ұзақ ем қабылдаған Алуа бір ай өткен соң аудан орталығынан 100 шақырымдай қашықта орналасқан ауылға күйеуімен бірге көшіп келді. Ауыл адамдары бұларды жылы қарсы алды, қонаққа шақырып бәйек болды. Осында көшіп келгелі күйеуі ащы суды басып алатын болды. Ішіп алса түнімен ұйықтамайды, көзіне қос көрінгендей бір кіріп бір шығып мазасын алады. Үй ішіндегі ыдыс аяқты шағып, ертеңінде жынын алған бақсыдай бола қалатын. Кешірім сұрап, енді аузыма арақты татып алмаспын деп ант су ішетін. Көп ұзамай Алуа аяғының ауыр екенін сезді. Бірде күйеуі тағы өле мас боп келген. Охотаға шықтық, жігіттер сыйлап жіберді, содан іштім дейді тілін шайнап. Мас болса Асқар ұйықтамайды, концерт қояды. Бұл жолы Алуаға, мен қазір сені қабырғаға қойып, саған тигізбей пышақ лақтырам. Сен қорықпа деп, әйелін қабырғаға сүйеп қойып, оның жан-жағына пышақ лақтырып, өз шеберлігін көрсетпекші болған. Келсе тағы жынданып қалар деп Алуа келіскен. Мас күйеуі оны тұрғызып қойып, жан-жағынан пышақ қадап мәз болған. Қатты қорыққан Алуа қара терге түсіп, бұтына жіберіп те қойды.
тезірек таң атса екен деп тілеген бар болғаны. Алау Месербайы диванға келіп қисая кеткен бойы қор ете түскен. Тәртең түк болмағандай киініп, жуынып, сұлу аттай болып жұмысына кетеді. Жұмысынан марапатталып жатады. Суреті құрмет тақтасынан түспейді. Асқардың жұрт алдында беделі де бар. Қай жерімнен мін таптың дегендей жібектей сызылып тұрғаны. Алуаның Асқарға деген сезімі баяғыда суып кеткен. Күйеуінің тамағын әзірлеп, кірін жуып, тек соның қызметшісіне айналып кеткені ме? Жұмыс істейін десе Асқар, менің келіп кететін кісілерім бар. Бастықтарда тексеріске жиі келіп тұрады. Соларды күтесің деп, оның жұмыс жасағанын қаламаған еді. Сөйтіп, өмір сырғып өтіп жатты. Бұлар тағы қызды болды. Атын Нәркес деп қойған. Нәркес келгелі, Алуаның өмірі өзгере бастағандай. Сәбейінің әр қылығына қуанып қалады. Бірде қыста Алуа көршілерін соғым басына шақырып қонақ қылды. Дастарқанға өз қолынан жасаған әр түрлі тәттілерін қойып, бар пейілімен қонақтарды күтіп жатқан. Асқар да ішімдіктен алып отырды. Бір ерекше отырыс болып жатқан еді. Көрші Қанат Алуаның мақтауын асырып сөз сөйлеген. Осындай бармағынан бал тамған әйелі бар Асқар бақытты дегенде, көзі қызарып алған күйеуі атып тұрып түпкі бөлмеге кіріп кеткен. Іле-шала қолына наганын ұстап шыққанда, төбеге қарата гүрс еткізгенде отырғандардың бәрі жалаңаяқ, жалаңбас далаға безіп кеткен. Ал күйеуі болса, скотины деп тісін қайрап, әйеліне, немене, мен жоқта ойнас жасап жүрсің бе? Тура маңдайыңнан мына наганмен басып салам деп наганын тақатқан, тісін қышырлата. Ертеңіне Алуа ел бетіне қарай алмай ұяттан өртенген. Көршілері бұлардың үйіне ат ізін салмай алыстан қашатын болған. Ал Асқар болса түк болмағандай сыланып, сипанып жұмысына кеткен. Өйткені ол осы өмірге үйреніп алған. Сұлу мұртты күйеуі бастықтардың любимчигі. Олардың алдында құрақ ұшып бәйек болады. Кей күндері күйеуі машинасын алысқа қалдырып, үйге білдірмей кіріп келеді. Ондағысы әйелі не істеп жатыр, кіммен отыр деген арам ой. Қызы өсе келе Асқар қызынан үйге кім келді, қайда бардың деп сұрап отыруды әдет еткен. Бірде Асқар биік таулы жолда аварияға ұшырапты, ауруханаға түсіпті деген хабарды естіп, Алуа жедел аудан орталығындағы ауруханаға түнделете жеткен. Келсе күйеуінің аяғы сыныпты, гипсте жатыр екен. Әйтеуір аман. Алуа аурухананың ұзын дәлізінде отырып, әңгімелесіп отырған екі медбикенің сөзін естіп қалған. Бұны танымайтын екі келіншек кешегі авария туралы әңгімелесіп отыр екен. Аяғы сынған полицейский Сабыров Асқардың бейшара әйелі біле ме екен? Деді екіншісіне. Нені деді қасындағысы? Күйеуінің көңілдес әйелі тіл тартпай кетіпті ғой сол жерде, деген сонда әлгі екінші медбике. Бейшараның артында 5 жасар ұлы қалыпты деді тағы да. Әңгіменің не туралы, кім туралы болып жатқанын айтпай түсінген Алуа орнынан ақырын көтеріліп, шығар есікке қарай аяңдай берген. Алуа күйеуімен заңды түрде айырылысты. Қазір қызы Нәркес екеуі өз елінде тұрып жатыр. Адал сезімі мен ақ көңіліне опасыздық жасаған күйеуі 3-4 рет үйленді. Бүгінде ешкімге керек жоқ жанға айналған. Алуа болса одымен өткізген күндерін, жылдарын тіпті есіне де алғысы келмейді.